Сәлем достар, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Қарақұмық диетасы жайлы естулеріңіз бар ма? 10 күнде 10 килограмм тастағыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Көптеген диеталар апатияға, бас аурулары мен ұйқышылдыққа әкеледі. Сондықтан салмақ жоғалтудың ең тиімді әдісі қарақұмық диетасын пайдаланып көріңіз. 10 күн ішінде 10 килограмм салмақ тастайсыз. Диетаның артықшылығы мен кемшіліктері. Қарақұмық жармасы ең пайдалы дәнді дақылдар. Ақуыз амин қышқылдары, темір, магний, калий, фосфор және иодқа, сондай-ақ В1 және В6 дәрумендеріне бай. Демек, диетологтар 10 килограмм салмақ жоғалту үшін қарақұмық диетасын ұсынуы таңқаларлық емес. Сонымен қатар, қарақұмық анемия, гипертония, ісік және бауыр аурулары бар адамдар үшін өте пайдалы. Косметологтардың пікірі бойынша, бұл жарма, бұл сұлулық өнімі оның көмегін теріні, шашты және тырнақты сауықтыруға болады. Қарақұмық құрамында токсиндерді денеден шығаруға көмектесетін талшық бар. 10 күн бойы салмақ жоғалтуға арналған қарақұмық диетасының негізгі кемшілігі диетаны байқау қиындықтары. Ақырындап нәтижеге қол жеткізу және артық салмақтан арылу үшін арнайы дайындалған қарақұмық ботқасын ғана жеуге тура келеді. Ең аз 10 күн бойы қарақұмық диетасы созылмалы аурудың өршуіне және қысымның төмендеуіне әкелуі мүмкін. Дене салмағын жоғалту кезеңінде витаминдер мен микроэлементтердің болмауы үшін арнайы витаминдік, минералды кешендерді алу керек. Қарақұмық диета ережелері. 10 килограмм салмақ жоғалту үшін қарақұмық диетасы салмақ азайту әдісі болып табылады. Қарақұмық диетасындағы тағамдарды күніне 5-6 рет бөлуге болады. Бұл аштық сезімінің пайда болуына жол бермейді. Бұдан басқа, қарақұмық ботқасын көп уақыт бойы бір рет жеуге болады. Кешкі сағат 18:00-ден кеш емес немесе 4-5 сағаттан кешіктірмей ұсынылады. Тамақтану бағдарламасының маңызды бөлігі белсенді салмақ жоғалуына ықпал ететін мол ішімдіктер режимі. Сізге газсыз суды ішуге болады. Лимон мен шөп шырындары мен қантсыз кофені, көк шайды ішуге болады. Газды суды мүлдем тұтынбаңыз. Қарақұмық диетасымен арықтау кезінде сіз белсенді түрде спортпен айналыспайсыз. Оның орнына көбірек таза ауада серуендеңіз. Қарақұмық диетасының мәзірі. Негізгі тағам дайындау үшін 1-1,5 порциясында қарақұмық пен суды алу керек. Астықты алдымен қайнаған суға батырып, суды төгіп, қайтадан қайнаған су құйып, сүлгімен орап, түнде тұру керек. Мұндай қарақұмық ботқасы пісіруді қажет етпейді. 10 күнде 10 килограмм салмақ жоғалтқыңыз келсе, 10 күн бойы тек осы қарақұмықпен тамақтануыңыз қажет. Артық салмақтан арылу үшін аш қарынға таңғы астан жарты сағат бұрын 1 шай қасық бал және лимон шырынын қосып, 1 стакан жылы су ішу керек. Бұдан кейін буға пісірілген ботқаның алғашқы бөлігін жеуге тура келеді. Қарақұмық салмақ жоғалтуға арналған тамаша таңдау болып табылады. Егер сіз тек буға пісірілген қарақұмықты жеуден жалыққан болсаңыз, сізге кефир немесе кептірілген жемістерді қосуға болады. Бірақ содан кейін диета нәтижесі соншалықты тез және тиімді болмайды. Ескертетін бір жайт, егер сіз 10 күнде 10 килограмм салмақ тастағыңыз келсе, тек буға піскен қарақұмықты таңғы, обедкі, кешкі асқа бөліп жеуіңіз қажет. Кешкі 18:00-ден кейін сізге ештеңе жеуге болмайды. Осы мәзірге шыдасаңыз, сіз 10 күнде 10 килограмм салмақтан арыла аласыз. Қарақұмық диетасы жайында сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Осы ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.